Селам алейкум, сайғылы сейірджілер, бұл хаберлер информацион программасы. Студияда Муслим Умераглы бұлына. Бүгінгі енімізді бойле вақияларнен таныш олыңыз. Реставрация еміш. Қырым татар мемарлығы йоқ етілу в телекесі алтында. Русия да бір Украин шіркетіні озымсеген. Бұл сефер нені алған. Русиядегі FIFA чемпионатына наразылық. Украина билетлер квотасыны қайтарған. Айлесіне дәнев бет келген Қырымдан қачқан фаль Ринат Параламовның ақрабаларыны сорғуға чағыралар. Бұл ақта Адлейджен Вер Кадыров хабер етмекте. Уғуқ имайджелерінің фікіріне көре кучедересінің хадимлері Параламовның қайда олғаныны білмек істей, шу себептен сорғуға кечерелер. Сегодняшний наш визит. Бүгін полиция бөлігіне чағырылғанымыз олар оның еріне огренмеге істегенлерінен бағлы. Чүнке аңлағаныма көре олар оңа қаршы мемори иш açmaға істей. Ижгалжилер оны созды экстремистик материаларының тарқатылығы үшін мемори қанун бозылуында қабатлайлар. Кешкен сене сентябрь айында Сейтлер қасабасында Ижгалжилер Параламовның evinde тінтув кечірілген еді, сонра F сайбыны тұтып белі олмаған ерге алып кеткенділер. Параламов ертесі күні ағыр алда Ахмежит автовокзалында тапылған еді. Параламовның айтқанларына көре белі олмаған инсанлар оны көтеклеп башына чувал кесетіп, электрик ақымынен қиынағанлар. Бұндан соны Ильхақ етілген Қырымдан қачқан. Ренатны тұтып әсір еткенлер арасында сойлары Андрей Кушконы таныған. Кушко Украинаға хайынлық япқан СБУ-ның сабы хадимыдыр. Шымды о ФСБ-де чалыша. Бұңа әлақасы олғанларының да бірісі яқыланмады. Олардан бірісі яғни Кушков Андрей танылған еді, ол башта СБУ-да чалышқан еді. Шымды есе ФСБ-нен ішбірлік епа. Қырымда Ижгалджи спорт назирінің сабық муавины каланча кіріш-чығыш ноқтасында яқаланған. Бұл ақта СБУ хабер етмекте. Тұтылған Фарух Каламов, Бағышланс Камалов соңки вақтлары тежавузжы ордусына ярдым еткен рус тешкелятының кәтібі олған. Илхақтан евел бұл шақыз Қырымның медениет назирлігінде чалышқан. Қырым прокуратурасы оны девлет хайнлігінде қабатлай. Шымды Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы оны девлет хайынлігінде шүбелей. Бұл Украина қануннамесінің 11-ші маддесі. Бұл маддеге көре оны 15 жылға апыс ете білелер. Бұндан да ғайры оңа бұл шүбе илян етлежек ве шымды оны апыске алуф меселесі чезіле. Топлашув ерінға тайынленген. Ялта мерkezінде Қырым журналисты Евгений Гайворонскийні көтекілегенлер. Журналистінің айтқанына көре она Севастопольская соғағында уджум еткенлер. Евгений бұл вақияны өзінің фаалиеттінен бағлай. Бұндан евел Гайворонский полицияға мұраджат етіп, оны қорқызғанларыны білдірген екен. Амма Русия ұқуқ имайджелері жинай иш ачмақны редеткен. Бұл сефер журналистінің білдірмесі бойынша полиция тақығы башладқан. Бұл ақта Русия МВД-сінің матбуат мерkezінде білдірелер. Екемлер Гайворонскийның беденінде езіклер ве мұрувлар олғаныны тайын еткен. Дабыр Украин шіркеті Русия мүлкиетіне кечті. Русия Федерациясы Серго Орджоникидзе адна ахяр Денис заводына ұзымсеген. Қарар артық Русия кеметінің сайтында ерлештірілген, анда белгіленге көре бұл қарар заводының девлет мудафа санай комплексіне кірмесіні тезлештірежек. Денис заводы ахярның ең бұйық заводларындан бірі. Илхақтан евел оның сайыбы Украина президенті Порошенко еді. Ама Порошенко дегер иш адамлары кеби тұтып алынған заводы үшін тазминат алмайчақ. Бір қачкун евел ахярның Ижгалджи акиметі тахминен 50 миллион рублені тәшкелеткен зарарыны тазмин етуіні редеткен. 2016 сенесі Қырымның Ижгалджи парламенті 100-ден зияды объектіні девлетлештірді. Оларының бір қысмы енді сатылуға чықарылды. Украина Қырымда Черномор нефтегазының тевқиқ етілген эки құлесіні сатмаға планаштыра. Бұл ақта баш прокурор Юрий Луценко білдіре. О донатмаларының ерлештмесі оларының сатылмасы кедер етмежігінден емін. Сатылувдан сон яны сайып Ижгалджи акиметтен парасының қайтарылмасыны талап етежек Дей Луценко. 2015 сенесі Петр Гадаванец ве Украина бұрғылав күлілеріні Одесса газ ятағындан қанунсыз шекелді илхақ етілген Қырым ялысына яғынлаштыра
ұйыштырacak. Шу сене декабрь айында Киевнің Печерский махкемесі құлелеріні тұтып алған еді. Украина прокуратурасында білдіргенлеріне көре Черноморнефтегаз құлелеріні пек палы алған. Шу себептен оларға о вақыт энергетика назиры олған Юрий Бойканың ады қойылған. Ці вишки можуть бути не тільки Біз махкеме қарарыны алдық. Оңа көре бұл қолелер активлер қайтарылмасындан агентлікке берілген. Ал азырда оларыны анда yolladık ве яқында агентлік оларыны сайыплеріне сатып, уйғын қарарылар чықаржақ. міжнародних. Бахчисарай районының Новопавловка көйі янында азбарларының біріне грейдер авдаралары түшкен. Араба Таврида елінің құрылышында чалышқанда ақыр үстіне түше. Видеоны құрылыш сайбының ақрабасы ерлештірген. Анда көрінгені кеби грейдер бинаның үстіне түшіп, оны аман-аман толысынен еққан. Қаза нәтижесінде зарар көргенлер ақында малюмат жоқ. Илхақ етілген керічті Русия ішчілерінің реконструкциясындан сон декоратив кемер еқылмаға башлаған. Ерлісакенлер кемерінің савларыны түшіп кете деп шекет етелер. Приморский паркының кіріші янында түйлекелі кіріш қапатылмаған 2016 сенесі Ростов-на-Дону шерінден келген ішчілер тамерлеген. Бұл ішлер үшін тахминен 2 миллион рублей айырылған. Хан Сарай ғайып олув телекөсі алтында. Реставрация денілген эснас халқара ұқуқ нормаларына уймай. Бұл ақта Украина медениет назерлігі хабер етіп, ишғалжиден ғайыры етілув әрекетлеріні тоқтатмаға талап ете. Тафсилатлы малюматны Руслан Халапов біле. Бұл Хан Сарай, Қырым татар сарай мемаржылығының екені нұсқасы. Мұнда халқына садық олажағына әм ханлар, әмде шимдекі сиясетчілер ант еткен. Ве бұл ерде шимдекі юқылға оғраған бұйық қан жәмесі ерлешмекте. Бұл кадрларда ишғалжілер реставрациясыны асыл кечіргенini көрмек мүмкін. 18-ci асырға айет олған Қырым бик ағачындан япылған керешлер, ескі құрылышлар бетоннен қапатыла, елінен япылған керамет, исе зиманеви испан кераметлеріне авуштырыла. Бөлі реставрация 5 асырлық тарихи хан жәмесіні yok etti, деп айта Бахчисарай сакини Эдем Дудаков. Они применяют бетон там. Алма бойы ташлары қойылған ерге олар бетон төкелер. Алма бойы ташына есе цемент келешмей. О вақыт эрозия ола. Вельбетте татарка денілген эснав кераметінің заводта япылған кераметке денештірілмесі бұл асла шашылажақ шей. Әрбір абиденің реставрациясындан evvel mütexassislar teşkeruf geçirmek gerek. Alimler obyektinin vaziyetini öğrenip, реставрацион лейхаға өз тәфсирлерін бермек керек. В данной ситуации, Бұл вазиетте анлағанымызға көре бойлы араштырмалар кечірілмеген еді, вельбетте құрылыш зиманеви усуларға көре кечіріле. Бұл реставрация дегіл. способами это не реставрация. Реставратор денелген işçiler Хан Сарайда işlerini evvelden ekspertiza geçirmeyi başlagan. Bunun beraber bu şirketin restavrasyon faaliyette ne tecrübesi ne de licenziyası var. Супереч усім Лицензиясы олмаған ве бұннен ичбір вақыт оғырашмаған. Бойлы объектлерге яқынлашмаға беле аққы олмаған шіркетлерінің ішке кірсетілмесі реставрацион ішлерінің эпосы қайділеріне зыт келе. Хан Sarayı'nın restavrasyasına böyle yanaşma emmallık değildi. Bu Ukrayna tarihi mirasının mahsus yok edilmesi dep düşüne tarihçi Sergey Kot. Onun kayıt etkenine göre halkara kanunlarga binaen işgal etilgen teritoriyalarda medeni degirliklerge kirişuf yasaktır. Оккупант собі дозволяє Ишғалжи бойле шейлер япып 16-18 асырлардан сақланып қалған уникаль объектіні yok ете. Украина веғырымның медени мирасы үшін пек чоқ зиян кетірілжігіні ялныз тахмин etmek мүмкін. Хан Сарай ЮНЕСКО'nun cedvellerine girebilir. Ama böyle restavrasyondan son tarihi объект dünya asabalığı kıymetini joyacak. Хан Sarayı'nı yok ediluvden kurtarmak için Ukrayna hakimiyeti ЮНЕСКО'nı bu meselege girişmeye çağırdı. Ruslan Halapov, Igor Yakupчик, haberler Yoakırım. Воронцов сарайына да реконструкция невбеті келді. Мемуриет анда профилактик ишлер кечермеге планаштыра. Мартның бірінеже Платон алтында сергі салоны Воронцов ашханесі, Башаға квартирасы, граф Шувалов эві экспозициялары Веш Шувалов бинасының екінші қатты қапалы олачақ. Кешкен сене язда сарайда Тамерлев ишлері артық кечерілген еді. Ол вақыт 116 миллион рубле масраф етілген.
Кефе карфезінде Түркияның бозылған Берк адлы гемесі ленгерде тұра. Инсанлар тахли етілген, гемеде 12 инсан бар екен. Олар арасында Украина ватандашлары де бар. Керечтің ишгалчы прокуратурасы бұл иш бойынша тағиқат башлаған. Русия флотының ребері Алексей Кравченконың сөзлеріне көре, сайбыне гемені тамирлеп кереклі ерге кетірілмесі теклif етілген. Қайдетем геме Русияның Азов лиманында Түркиеге кеткен кефе янында бозылған. Украинаның футбол федерациясы Русияда кечежек Дүния футбол чемпионатының финалына журналистлеріні йоламақтан вазгечкен. Бұл ақта малюмат федерация сайтында берілі. Бұл қарарақында FIFA-ға да әнді хабер етілген. Бұның ендерабер Украина билет алу квотасыны қайтарған. Бұның арфесінде Авропа парламентінде кечкен конференцияда Украинаның темсілчілері Авропа бірлігінің лидерлеріні ойынларыны зерет етмемеге чағырған. Дүния футбол чемпионаты бұл сене июнның 14-ден июльнің 15-не же кечежек. Русияда күпа илкере кечірілежек. Илхақ етілген Ахмежетте Украин тимсаллері олған сувенирлер сатыла, олар арасында көстеклер, чешіт түрлі нишанчықлар, паспорт жылтлары, атта сарымавы түслі тризублар шапкелер. Бұл фоторесімлеріні ичтимай ағларда ерлі сакенлер ерлештірген. Бұнымен мен сағылықлашам, студияда Муслим Умероғлы чалышты, бізні иш күнлері сейір етіңіз, ве Фейсбукта юақырым сайфесіне қошылыңыз. Велбетте сағылықнен қалыңыз.